Бәріне сәлем достар, бұл біздің қанаттан подкастымыздың кезекті шығарылымы, және бүгінгі жүргізушілер Дүйсенбек Сымбат. Және Жанатова Әсем. Құрметті көрермен, бүгінде әдеттегідей біз подкастымыздың тақырыбына сай адамдардың психологиялық, эмоционалдық қалыптарына байланысты туындайтын түрлі синдромдарға анализ жасайтын боламыз. Сол синдромды бастан кешкен адамдармен сұхбаттасып, әңгімелесіп, олардың да тәжірибелерін білетін боламыз. Және біздің бүгінгі тақырыбымыз, бүгінгі таңдалған синдром эмоционалдық шаршау немесе эмоциональное выгорание. Эмоционалдық шаршау бұл ішкі энергияның таусылуы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мұны ресми түрде жұмысқа байланысты стресс синдромы деп атаған. Достар, ендеше сіздерді бүгінгі қонақтарымызбен таныстырып өтейік. Олар Дүкенбай Дилназ, Амантай Нұрзат. Қош Қош келдіңдер, келдіңіздер. қыздар. Қалдарың қалай? Жақсы, рахмет. Көп шақырғандарыңа да рахмет. Өте көңіл күйіміз жақсы деңгейде, және білгенімізді баршаға бөлісеміз деген үміттеміз. Қыздар, керісінше сендерге көптен көп рахмет, шақыруымызды қабыл алып осында келіп, шынымен бүгін ішкі жан дүниелеріңді ақтаруға дайын болып келісіп келгендерге көптен көп рахмет. Ендеше бірден тақырыпқа көшейік. Қыздар, тақырыпты естідіңдер, алдын ала сендерге де айтылды. Енді алғашқы сұрағым болсын. Ең соңғы рет осы эмоционалды шаршауды қашан сездіңдер? Мен шынымды айтатын болсам, осыдан 3 ай бұрын мамандықпен жұмыс іздеу барысында өте қатты ізденісте болдым. Соның салдарынан жұмысты таптым, бірақ барлығын бірдей уақытта алып жүру выгораниеға алып кетті десем де болады. Жалпы бұл выгорание адамның бір этап сияқты да, кез келген адамның бойында болу керек. Кез келген адамның эмоциясында туындауы керек, бір сезім деп айтуға болады. Сол сезімді мен де өз басымнан кешкен кезде, вот осы ғой дедім ғой, бірден выгорание деген осы екен ғой дедім. Жалпы 3 айдың ішінде өте көп стресстер болды, өте көп ұйқысыздық, дұрыс тамақтанбау, артық салмақтың көбеюі, стресс, көп айта берсем көп нәрсе болды. Бірақ соның шығу жолы да үлкен жетістікке алып кетті десем де болады. Ендеше мен жалғастырайын. Менде де осындай шаршау осыдан 1 жыл бұрын болды. Естеріңізде болса, Евразия ұлттық университетінің ұйымдастырған Евразия аруы 2024 байқауына қатысқан болатынмын. Бірінші кезекте сендерге көп рахмет. Сол сәтте мені басынан аяғына дейін қасымда болғандарыңа, сол сәттен шыққаныма көмектескендерің үшін. Себебі бір байқаудың өзі адамды тек моральды емес, яғни рухани емес, сырттай да сындырады, физикалық тұрғыда да қаншама күш кетті, қаншама әлсіздік болды. Менде шыны керек, сол байқаудан кейін бірден 6 килограмм салмақ түсті. Соның ішінде бір айдың өзінде бір 3-4-тен жүрді, одан кейін біте салысымен 6 килограммға түсірдім мен. Өте қиын негізі. Одан бөлек тамақ та кетеді, яғни тамақ ішпейсің, мүмкіндігінше уақытың болса тек ұйықтағың келіп тұрады, ұйықтап алсам деп. Одан кейін жарыстардың көптеген нелері бар, қалай айтады жаңағы, талаптары бар, соның бәріне сай болу керек. Оның әрбірін ойлайсың, мына жақта сабағың бар, мына жақта жұмыс бар. Сөйтіп жүрген кезде қатты қиын болды. Бірақ қазір жақсы, шүкір, керісінше оның сол нәрсенің арқасында, сондай шаршаудың арқасында нәтижесі жақсы болды, жақсы нәтижеге ие болдым. Бірақ әлі де алғысым көп сендерге, шыны керек. Қыздар, айтып өтейін, құрметті көрермен, дәл осы қыздарды шақыруымызда жайдан жай емес, себебі барлығымыз құрбымыз, бір-бірімізді жақсы білеміз, өмірімізде не болып жатса, бір-біріміздің куәгеріміз әрдайым. Сондықтан бұл қыздардың, құрбыларымыздың бастан кешкен оқиғалары бізге қалай әсер етсе, Сымбат екеумізге, сіздерге де дәл солай пайдалы бір әсерін берер деген үмітпен, сеніммен шақырып отырмыз. Қыздар, көп рахмет. Қазір міне осындай бір түйін жасап, рахметін айтып жатыр, алғысын айтып жатыр. Бұл бір белгілі бір этап деп жатыр. Этап дегенде феникс сияқты, меніңше. Өздеріңді де қазір сол феникс сияқты сезініп, қайтадан қанат қағып, шабытпен қанаттанып, жаңа белестерді бағындырасыңдар деген үміттемін.
Айтпақшы, қыздар, мен осы подкастқа арнайы дайындалып келдім. Соңғы зерттеулерге қарайтын болсақ, стада 2025 сауалнамасы бойынша қазақстандықтардың 75% эмоционалдық шаршауға ұшыраған екен. Ал оның 12% ғана психологқа жүгінген. 10 мыңнан астам дәрігер мен медбикелердің ішінде жас мамандар ең жоғары күйзеліске ұшыраған топтардың ішіне кіреді екен. Иә, Сымбат, дұрыс айтасың. Міне қазір де қарап отырмын. Сол зерттеуге сәйкес жалпы қызметкерлердің 40% өз жұмысынан эмоционалды шаршағанын мойындаған екен. Сол сауалнамада әсіресе бір қызығы ірі қалаларда бұл көрсеткіш тіптен жоғары. Сұрағым, неліктен? Қалай ойлайсыңдар? Яғни ірі қалаларда, иә? Иә. Қазақстанда мысалы Алматы, Астана және Шымкентте осы эмоционалды шаршауға берілген немесе соны бастан кешірген адамдардың саны әлдеқайда жоғары екен. Меніңше бұл ірі қалалар болған себебі онда статус, мансап, бәсекелестік бар сияқты. Олар андай әлсіздікті мойындамайды да. Мысалы күнделікті мен көп табуым керек, мен статусымды көтеруім керек, басқалар не дейді, жұрт не дейді деген сөздің арқасында олар күнделікті істеп жүрген істерінен мотивация ала алмайды, тіпті демалыс өздеріне бермейді. Сол себептен де оларда выгорание әрине болады, ондай күнделікті қайта-қайта істей беретін жұмыстан бір жетістік күткен адамда деп ойлаймын енді. Сосын тағы айта кететін, бұл жерде байқағаным бойынша енді ірі қалаларда блогер көп қой. Әсіресе Алматыда жастар қаласы дейміз, Шымкентте нағыз ақшаның ортасы. Сол уақыттарда блогердің өмірі әрине өте керемет, өте идеальный өмір. Сондықтан оның өміріне қызығушылық көп болады. Қарапайым адамдар сол адамдардың өміріне қызығып, мен де өмірім осындай болса ғой деп, олардың ар жағында өмірін білмейді. Мүмкін сол себептен де болар осындай шаршау көп болады. Жұмыс істегісі келеді, балаға қарамайды. Баланың өзінде қазір шаршау өте көп. Себебі олардың да кішкентайынан бастап ана жаңағы бірдеңелерге береді ғой, кружок. Иә. Қосымша сабақтарға береді. Мынаяқтан қалмасын деп мынаған береді. Би бар, домбыра бар. Оларда да шаршау бар. Бірақ ол шаршауды ата-ана түсінбейді. Ата-ана керісінше мен ондайды көрмедім, сен көру керексің дейді. Осымен әр жақтан екі тараптан жүріп, осындай выгорание болады деп ойлаймын. Және адамның істеген адам істейді деп, адам істей алады деп, олар қайта-қайта соған демалыссыз, бір айтады ғой, ортада перерыв дейді ғой, сондайсыз жұмыс істей береді да, олар бәсекелестіктің арқасында деп ойлаймын. Бұның бәрі ірі қалаларда. Келісем, одан бөлек қыздар ойлаңдаршы, біз өзіміз де дәл қазір Астананың төрінде Евразия университетінде отырсақ та, бәріміз жан-жақтан келдік. Адамдардың барлығы осы ірі қалаларда қандай да бір үміттерін арқалап келеді. Ол да мүмкін, және одан бөлек дәл қазір ойыма келіп отыр, мүмкін жұмыссыздық да әсер ететін шығар осыған. Мысалы, Сымбат айтқандай, жұмыстың әсерінен осы стресске, осы эмоционалды шаршауға түседі адамдар. Мүмкін жұмыс болмаған жағдайда да түсетін шығар, немесе жұмыс өте көп, бірақ арасында дәл саған келетін, сені қабылдайтын жұмыс болмағандықтан шығар. Жалпы жұмыспен тығыз байланысты сияқты осы синдром. Сосын жаңа сіз айтып өткендей, яғни Сымбат айтып өтті ғой, 12% ғана психологқа жүгінген деп. Яғни бізде бұрын мектептерде психолог деген кәдімгі үлкен адам сияқты болып көрінетін, ол жаққа бармасам екен, ол біртүрлі сұрақтар қояды деп. Ал қазір керісінше психолог деген біз үшін бір клоундар деп айтамыз ғой, жай ғана ақша табатындар. Қазір не көп психолог көп, қазір не көп коуч көп. Мүмкіндігінше жүгінбеуге тырысамыз, себебі олар білмедім енді, сенбейміз ба мүмкін. Әлеуметтік желілердің әсерінен. Ол әлеуметтік желілердің әсерінен шынымен. Қыздар, осы жерде сұрақ, өмірлеріңде шынымызды айтайық, психологқа жүгіндіңдер ме? Шыны керек жоқ. Мен өзім, егер стресске, осындай выгоранияға түскен жағдайда, ең оңай жолы ол демалу деп ойлаймын. Әлеуметтік желінің бәрін өшіріп тастайсың, телефонды өшіресің, өзіңнің сүйікті ісіңмен айналысасың. Мысалы, мендегі ол спортпен айналысу, үйде тыныштықта табиғатқа шығу, соның өзінен ләззат аласың, соның өзінен қайта өзіңе шабыт аласың, қайта өзіңе мотивация жинай бастайсың, қайта құлшына бастайсың өз ісіңнің, және жаңадан жан-жақтан шабыттар ала бастайсың. Осынан деп ойлаймын, мне кажется, психологқа барудың аса қатты қажеттілігі жоқ. Әр адам өз-өзіне психолог қойшы керек. Өзім туралы айтсам, мен жүгіндім дей алмаймын, бірақ психологпен сөйлесіп әңгімелескенім бар. Және осы жерде айта кететін жайт, негізі көмегі бар.
негізі көмегі бар. Сондықтан достар, егер демалуда көмектеспей жатса, жұмыс орнын ауыстыру, комфорт зонасы да көмектеспей жатса, хобби де көмектеспей жатса, интернетте енді түрлі советы деп жатады ғой, иә, кеңестерде түрлі кеңес бар, оның барлығын жасап болып, бәрібір сол бір мойныңыздан жүк түспей жатса, психологқа жүгініп көрген дұрыс. Қыздар, күшті әңгіме болған сияқты. Менің тағы бір қызық ақпаратым бар. Ол зерттеулерге сәйкес әр 4-ші адам осы Қазақстанда осы эмоционалдық шаршау синдромына ұшырайды екен. Ал жас мамандар арасында бұл көрсеткіш тіпті жоғары. Демек, біздің буын жанып тұрған шам сияқты, яғни тез жанады, тез сөнеді. Бұл да жаңа ұрпақтың ерекше супер күші сияқты. Тек оны дұрыс басқару керек сияқты, иә? Сымбат, шынымен қызық екен. Сонда ойлаңдаршы, әрбір 4-ші адам дедің ба? Иә. Әрбір. Сонда қазір үшеуміздің арамызда біреу. Сондай күйде болуы әбден мүмкін, достар. Жоқ, енді шынымен айттың ғой, супер күші сияқты деп. Меніңше де тез жанып, тез сөніп қалу біздің осы ұрпағымыздың, Z ұрпағының ерекшелігі сияқты. Енді қыздар, осы арада сұрап өтейін. Сендер қалай ойлайсыңдар, жалпы неден біз сондаймыз? Ол біріншісіден ол бізге көп жауапкершілік пен үмітті артып қоюдан деп ойлаймын. Жаңағы әртүрлі бізге тапсырмалар береді, универде де, жұмыста да, сен үлгеруің керек, бүйтуің керек, сөйтуің керек. Бізде сондай жүкті арқалап аламыз да, былай істеуіміз керек, бәрін үлгеруім керек, мен 20 жасымда бүйтуім керек, сөйтуім керек, 4 тіл білуім керек, 5 тіл білуім керек. Сондаймен біз көп жауапкершілікті алып қойғанбыз, и оның бәрін арқалап жетістікке жете аламын деп біз сосын шаршаймыз, күйзелеміз. Бұл нәтиже жоқ болғаннан кейін басталады. Шаршадым, жанып келе жатамыз да, сөніп қаламыз сол ішінде. Ал осыны мектеп кезден қарасақ, мысалы қазір менің естуім бойынша, осы менің де бауырларым бар, сіздерде бар деген сияқты, 1-ші сыныптан бастап олар 3 тілді бірден меңгереді екен. Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі. Қазір шынымен қиын ол. Бір қарасақ, негізі оңай сияқты, себебі олар қазір ютубтан, телефоннан көреді ғой, енді ағылшын тілі де, орыс тілі де. Мүмкін дұрыс шығар, бірақ шыны керек, ол баланың даму жолында өте қиын. Содан деп ойлаймын. Сосын бір жағынан тыныштық жоқ қой қазір. Барлығы телефонда, ата-ана жұмыста деген сияқты. Мүмкін одан да бар. Одан бөлек ақпарат көп қазіргі заманда. Миға көптеген ақпараттар келіп жатыр, оның бірі сақталады, бірі сақталмайды. Осымен бізде сондай шаршау көп болатын сияқты. Қыздар, өз оқиғаларыңды айтқандарыңа рахмет. Және осы бастарынан өтті ғой осы кезең. Сол кезеңнен өткеннен кейін, жалпы қазір сол ситуацияда болып жатқан адамдарға қандай кеңес айта аласыздар? Мен бастасам, мен айтар кеңесім, мүмкіндігінше армандарыңды, мақсаттарыңды айқындаңдар. Оны мүмкін ойда, мүмкін күнделіктеріңе жазып, сол мақсат арманмен жүрсеңіздер, мүмкіндігінше сіздерде жоспар да құрылады, одан бөлек барынша уақытты тиімді пайдаланасыздар, мүмкін даже бос уақыт қалады. Осылай сіздер шаршау деген сөзді ұмытасыздар. 1 айға, 2 айға, одан кейін әрине ол нәрсе қалыпты болатын дүние, эмоционалды шаршау деген. Иә, мен ең оңай, тиімді жолын айтайын, себебі қазір выгоранияда жүрген адамдарға бұл бірден бастап кету қиын болады да, себебі бірден выгораниядан шығып кетудің өзі оңай емес. Сол себепте жайдан өзіңіздің жан-жағыңыздағы достарыңызбен, жақындарыңызбен сырласып, бөлісіп, эмоцияларыңызды бөлісе білгенде жөн. Егер тіпті жақындарыңызбен сөйлесе алмаймын дегеннің өзінде де күнделікке жазыңыз, ешкімге қылмайды, немесе өз-өзіңізбен айнамен де сөйлесіп көруге болады. Бұл жақсы әсер етеді. Менде осындай нәрсе болып жатыр, қиын болып жатыр, маған қолдау керек деген нәрселерді жақындарыңызбен бөлісу, негізі қазіргі заманда жылы сөз айту деген өте қиын нәрсе, бірақ соны өзіңіз бастап айтсаңыз шығарып алуға да болады. Сол себепті ең оңай, ең жеңіл шешімі бұл жақындарыңызбен көп сөйлесу және сырласу деп ойлаймын. Мен солай шықтым өзім. Қыздар, кеңестеріңе рахмет. Сонымен біздің подкастымызды қорытындылай келе, эмоционалдық шаршау бұл әлсіздік емес, бұл ағзамыздың тоқта, демал деген сигналы.
Кейде бәріне үзіліс алу бұл өз-өзіңе қамқорлық жасау. Ең бастысы өз шекараңды сезіну, жоқ деп айту және кішкентай нәрселерден қуат алу. Өйткені біз өзімізді тыңдағанда ғана басқаларға шын энергия бере аламыз. Иә, келісемін, Бату, өте дұрыс айттың. Қыздар, айтарларың бар ма? Ең бастысы күлімдеп жүріңіздер дегім келеді. Бәрі жақсы болады. Бұл жай ғана баста айта өткенде этап. Өмірдің әр сынағына да тек мойынбаңыздар, сынбаңыздар. Сол айтарым. Көп рахмет. Ендеше достар, біздің сұхбатымыз осымен тәмам. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Қандай да бір пайдалы ақпарат болсын, мүмкін қолдау көрсеткенімізді сезініп қалған шығарсыз. Оның барлығын комментарийге жазуды ұмытпаңыз, қандай да бір әсер алсаңыз, және каналымызға тіркеліп, алда шығатын шығарылымдарды да көріп отырыңыздар. Сіздерге пайдалы да, көркем де, қызықты да контент әзірлеудеміз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Болды. Міне ағай, біз мына жақта мындай светтер қойып тастадық. Міне студияда Ардақ апайдың. Вот. Мынаны былай жылжыта алмаймыз. Мына жаққа жылжымайды, потому что мына жақта ғана тұр деп айтып тұрсаң. Мына светіміз бар. Жарық жұмысы қалай болды? Сау болыңдар достар, осымен біздің подкастымыз бітті. Барлықтарыңызға рахмет, пайдалы болғаныңызға қуаныштымыз. Пайдалы болады деп ойлаймыз. Сол достар, сау болыңдар. Болыңдар. Бәріне рахмет. Мен бүгін өте қобалжыдым. Сол. Рахмет. Пока, сау болыңдар.